Мал сойғанда осы қойдың бауыры мен іш майы немесе шарпы май деп те атаймыз, қалып қойып жатады. Осы тағамды жасап көріңіздер, бауыры мен шарпы майда қалмайтын болады. Ол үшін алдымен бауырдың пленкасын осылай саусақтың көмегімен оңай ажыратып аламыз да, турап, артық заттарын алып тастап, блендерлаймыз. Достар, пайдалы парақшама тіркеліп, және осы видеоға лайк баса кетуді ұмытпаңыздар. 2 дана пиязымызды майда түркіздерге, яғни кубиктарға турап қосамыз. Үстінен піскен күріш, татымына қарай тұз, чоң кустамның қара бұрышы мен мантық арналған дәмдеу үшін қосып жақсылап араластырамыз. Менде үлкен малдың шарпы майы, негізі қозының шарпы майы болса тіптен жақсы болады. Жан-жағынан шығып кетпеу үшін шарпы майымызды үлкен-үлкен етіп кесіп аламыз да, бауырдан салмамызды салып, голубцы орағандай орап, зубочисткамен міндетті түрде түйреп аламыз. Табамызға май құймаймыз, құрғақ табада толық піскенше орташа отта аударып отырып пісіріп аламыз. Әртүрлі тағамдарға арналған чоң кустамның дәмдеуіштерін жоғарыдағы немесе описание бөлімінде ұсынған номер бойынша заказ бере аласыздар. Менің пешімнің деңгейі 9, мен орташа отта 6-да осыны толықтай пісіріп алдым. Лавашпен жіңішкелеп туралған пиязды бетіне сеуіп ұсына берулеріңізге болады. Сіздермен болған Нұржамал, ас болсын.